Бүгін елордада жарқын болашақ 6-шы республикалық қазақ тілі олимпиадасының қорытындысы жарияланды. Байқауға жалпы 5000-нан астам үміткер қатысты. Олар тілші, әдебиетшілер, әнші бұлбұлдар, жас ғалымдар, сөз шеберлері, жазушылар аталымдары бойынша бағын сынады. 100-ден жүйрік озып шыққан 180 оқушы жеңімпаз атанды. Ал 11-ші сынып оқушыларына Сүлеймен Демирел университетінің 16 гранты және Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік жоғарғы оқу орнының 10 гранты табыс етілді. Кеште ақтық мәреге жеткен дарынды балалар өнер көрсетті. Бұл жарқын болашақ олимпиадасының мақсаты, яғни мемлекеттік тілімізді қолдану аясын кеңінен пайдалану, өзіміздің қазақтың салтымызды, салт дәстүрімізді, әдебиетімізді, мәдениетімізді кеңінен насихаттау болып табылады. Сондықтан да оқушыларымыз бұл олимпиададан көптеген өз-өзін дамытып, ізденушілігі дамиды, шығармашылығы дамиды.